Сәлем достар, сіздермен бірге Аида. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын 15 минутта пісетін, дәмі өте керемет болып шығатын печеньяның рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Сосын венчикпен жақсылап араластырамыз. Жарты пияладай шекерімізді салып, тағы да венчикпен араластырып шығамыз. Өз қалауларыңызша шекерді көбейтіп салсаңыздар болады. Үстіне 20% қаймағымызды салып, тағы да жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Ал енді массамыздың үстіне шымшым тұз сеуіп шығамыз. Ары қарай үстіне ванилин салып, сосын барып үстіне 7-8 грамдай қопсытқышымызды салып, венчикпен тағы да жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Ал енді үстіне иіссіз сұйық майымызды құйып шығамыз. Сосын барып жақсылап венчикпен бір араластырып шығамыз. Енді массамыздың үстіне електен өткізілген ұнымызды салып шығатын боламыз. Ұнымызды бір десен салуға болмайды. 3-4 бөлікке бөліп, венчикпен араластырып, ары қарай қолымызбен қамырды илейтін боламыз. Илеп болғаннан кейін қамырымыз осындай жұмсақ болып шығатын болады. Енді үстелдің үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаятын боламыз. Ұнды көп сепкен себебім, өйткені қамырымыз өте жұмсақ болып шыққан. Қамырымызды қатты қалың, әлде жұқа қылып жаюға болмайды. Орташа қылып жаятын боламыз. Міне достар, қамырымызды жайып болдық. Енді қамырымызды кесетін боламыз. Өз қалауларыңызша кессеңіздер болады. Противеньге пергамент қағазын төсеп, печеньямызды қойып, үстіне шекерімізді сеуіп шығатын боламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 15 минутта печеньямызды пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің печеньямыз дайын болды. 15 минутта пісіп шықты. Дәмі өте керемет болып шыққан. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Отбасыларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Қош сау болыңыздар, келесі жүздескенше.